Атақты Мөңке бидің қартайған кезі екен. Жанында екі ат қосшысы бар. Жасы 16-дан жаңа асқан тұрымдай мүсінді қырғи тілді қара бала үйге рұқсатпен кіріпті. Ассалаумағалейкум, уағалейкум ассалам. Балам қай ұлсың? Арғын Келдібектің баласымын, атым Қазыбек. Тапқырда аңғарғыш Мөңке жасөспірім Қазыбекке аса бір ілтипатпен қарап, ақ бураның шудасындай салалы сақал мұртын тұтамдап ұстады да сөзді өзі бастапты. Қара кесек екенсің ғой. Әкең Келдібек пен шешең Тоқмейіл түгіл ұлы атаң Шаншар абызды білуші едім. Шешең сылтима болса да күн батысымен екі иығында шырақ мазданып тұратындықтан ақсақ бике атанып еді. Шырағым, атадан 3 түрлі бала туады. Бір бала әкесінен асып туатын, бір бала әке өкшесін басып туатын. Енді бір бала бар, ол әкеден кері қашып туатын. Сен соның қайсысы боласың? Ата, дейді Қазыбек мүдірмей, менің атадан асып туған бала болар болмасымды, алдағы өмірім өнерім біледі ғой. Ал кері қашып тудым деу, өзіңе де өзгеге де өкініш реніш болар еді. Әзірше өз ойым өкшесін басып тудым ба деймін. Мөңке би сөзін қайта сабақтап тағы бір сұрақ береді. Уа бала, өтірік пен шынның арасын өлшедің бе? Қаршадайынан ойын қумай ой қуып өскен құйма құлақ Қазыбек бұған қайдан сүрінсін? Өлшедім ата, өтірік пен шынның арасы 4-ақ елі деп, оң қолының 4 саусағымен көз бен құлақтың аралығын баса қойыпты. Мөңке би іштей тәнті болып тағы бір қырын алады. Уәй Қазыбек, нағашың Сүлейман ұя бөріктеу болса да баспа еді. Жиен екенсің. Ақыл кімнен шығады? Асыл неден шығады? Қанат неден шығады? Жанат неден шығады? Санат неден шығады? Ағат неден шығады? Оны білдің бе? Дейді қырандай шүйіліп. Қазыбек іле сөйлеп, меніңше ақыл жастан шығады, асыл тастан шығады. Тату болса ағайын, бірі құйрық, бірі жал, қанат содан шығады. Қой терісін қорлама, жанат содан шығады. Халық үшін қарттар қам жесе, санат содан шығады. Өнерсіз болса бозбала, ағат содан шығады дейді. Осы тұста Мөңке бидің ақбоз үйіне ауыл ақсақалдарына келіп бәйбіше қымыз құяды. Әңгіме қызбай тұрып Қазыбек енді Мөңкенің өзін дөңгелетеді. Қымыз үстінде әуелі нағашы екеуіңіз қалай депті. Мөңке қария бөгелмей, екеуім 3 болды жиен дейді. Алысыңызбен қалайсыз? Жақыныңызбен қалайсыз? Жақыныммен жауша жағаласып, жамандарша найзаласамын. Алысым араздасты. Тәттіңізбен қалайсыз? Жиен-ай, тәттінің дәмі азая бастады ғой, дейді Мөңке. Несиеңіз тие ме, нағашы, депті Қазыбек. Сонда Мөңке би, жасымда берген несием қартайғандағы несібем екен. Үй тігіп, қымыз сапырып отырғаным соның арқасы, дейді қуанышты үнмен. Қазыбек Мөңке бидікінен түстік жеп, бата алып аттанады. Былай шыққан соң екі жолдасы, би екеуіңнің жаңағы жұмбақтап сөйлескеніңе біз түсінбедік. Шешуін айтшы, ұғып алайық деп қиыла өтініпті. Сонда оның мәні былай деді Қазыбек. Екеуің қалай дегенім, екі аяғың қалай, өздігінен жүре аласыз ба дегенім еді. Мөкең, екі аяққа бір таяқ қосылып 3 болды деді. Алысыңызбен қалайсыз дегенім, алыстағыны көре аласыз ба дегенім еді. Қария, алысты көрмейтін болдым деді. Жақыныңызбен қалайсыз дегенім, тамақ ішіп жеуіңіз қалай дегенім еді. Қария, әр жерде қадау-қадау ғана тісім қалды, сонымен арпалысып күнелтемін деді. Менің тәттіңізбен қалайсыз дегенім, ұйқыңыз қалай дегенім еді. Қария, ұйқым азайды деп жауап берді. Несие тие ме дегенім, балаларың күте ме, жасыңда сіз оларды бағып қағып өсіріпсіз, енді олар сол еңбегіңізді өтеді ме дегенім еді. Қария, дұрыс тәрбиелеп, жақсы өсірген бала адамға қартайғанда бақыт екен. Балаларымның қызығын көріп отырмын, деді қуанып.